Баланы ұлша тәрбиелесең, ұл, құлша тәрбиелесең, құл болмақшы. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Баланы бұзуға, түзеуге себеп болатын бір шарт жас күнде көрген өнеге. Бала тәрбиесі бір өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір ғылым иесі болуды тілейтін өнер. Ел боламын десең, бесігіңді түзе. Адам өміріндегі ең үлкен қуаныш бала сүю. Шеше мінезінен сезік алса, бала жүрегі суына береді, қатулана береді. Баланды 6 жасқа дейін еркелет, 13 жасқа дейін құлша жұмса, керек болса аздап таяқта, одан кейін дос бол, барлық сатыда мейір төк, өзіне қайтады. Балам жақсы болсын десең, Құнанбайша істе. Ол Абайды өзі араз болған елге бітімге жіберіп отырған. Бала өмірінде ойынның маңызы зор. Ол ересектердің қызметінде, жұмысында, қызмет бабында қандай мәнге ие болса, мұнда да сондай мәнге ие болады. Бала ойнағанда қандай болса, есейгенде жұмыста да көп ретте сондай болады. Сондықтан да болашақ қайраткерді тәрбиелеу ең алдымен ойында басталады. Баланы сүйе білуге үйрету, өмірдегі ең маңызды нәрсеге үйрету деген сөз. Баланы өмірдің өзінен қорғауға болмайды. Баланың ең әуелі мейір шапағатқа, одан соң ақыл парасатқа, ақырында нағыз пайдалы ғылымға, еңбекке баулы. Ата-аналар баланы тәрбиелегенде дәл өзіндей етіп тәрбиелеуге тырыспау керек. Олар баланы өзінен күшті етіп тәрбиелеуі тиіс. Өйткені олардың заманы ата-аналарының өмір сүріп отырған заманына қарағанда анағұрлым күрделі, талабы жоғары болатынын ұмытпаған жөн. Бала тәрбиесінде әке мен шешенің мүмкіндігінше бірдей араласуы үшін отбасы тәрбиесін жоғары дәрежеде дұрыс жолға қою қажет. Сіз ұлыңызды немесе қызыңызды тек қана өзіңіздің ата-аналық қуанышыңыз үшін дүниеге әкеліп тәрбиелеп жатқан жоқсыз. Сіздің отбасыңызда және сіздің басшылығыңызда болашақ азамат, болашақ қайраткер және болашақ күрескер өсіп келеді.